Ойын ба, багажға ойын? Багаж ғой. Ассалаумағалейкум ағайындар, бұйыртса біз міне алыс сапар кетіп барамыз Моңғолия келесі айылға. Ал ыстық ұямызды тастап алыс жолға кетіп барамыз бұйыртса. Алла сәт сапар берсін еді. Не бете берсеңші? Қазір әкем келсін. Қазақстан шекарасынан шығып, Ресей шекарасына кірген. Ефект қараңыздар. Сонымен біз Ресейге кірдік міне. Қолымдадан өтіп, енді Барнауылға қарай жол тарттық. Осы жақта сие берейсіз дей ме? Kameradan ötecek sonuçta topluyor. Ресей Федерациясының жерінде жанармай бекеттеріне кіріп қарасаңыз көптеген заттар жоқ. Мысалы кола бізге үйреншікті. Көптеген ішіп-жемдер жоқ. Барлығы өздерінің өндірген колалары, өздерінің тамақтары. Бірақ дәмі өте нашар. Жалпы Ресей санкциядан кейін кішкене тұралап тұр екен. Барнауыл қаласында 2-3 шақырым қалды. Міне машинамыз толтырып бензинге. Енді қазір бір тамақ жеп алайын деп жатырмыз. Содан кейін Алла қаласа ары қарай сапарымызды жалғастырамыз. Ой, шіркін. Мынау Ресей деген өте кең байтақ. Бірақ ауылдары бәрі біздің нелерін алмайды, қалалы ауылдарын алмайды. Тіпті кейбір жанармай бекеттері біздікіндей мықты емес. Ішінде кола анау жоқ. Таулы Алтай десе. Қай немене болып кетті? Кешкі асымыз болып кетті ма? Мәкөнтай! Мұнаны қараңдар. Тон көріп тұр ғой. Мұнаны бірінші көріп тұрмын. Бірінші көріпсің ба? Қалай екен? Жақсы. Не мынау? Ал давай айт. Сәлем достар деп айтсайшы. Достар, мұна енді не деген? Тон келіп тұр ғой. үйді көрмесіңдер. Біздің саяхатымыз жалғасуда. Таңғы сағат 6. Біз Таулы Алтайдамыз. Енді міне табиғатты қараңыздар. Мынау жерлерге бірдеңе егіп тастаған. Енді мынау телефон бір толық көрсете алмайды да, мынаны бір сұлулығын. Мына құзды қараңыздар енді. Мынау жолмен айналып былай осылай жүріп келдік. Таудың ең үстіндеміз қазір. Керемет. Қаншама жыл бойы салған. Осыдан 20 жыл бұрын бала кезімде келгем осы жерге. Өзде мынау жол онша емес еді. Қазір керемет қылып салып тастапты. Ассалаумағалейкум ағайындар. Біздің мынау 2024 жылғы Ресей Федерациясына саяхатымыз жалғасуда. Бұл Таулы Алтай өңірі, яғни Алтайский край деп аталады. Мына жердің табиғаты қараңыздаршы енді. Тауды қараңыздар. Тіп-тік тау, ағаш.
Бұл жерде ең бір керемет нәрсе ол таза бұлақ Арасан. Мына қараңыздар міне. Мұздай таза бұлақ Арасан. Ja, міне әкем мен балам құйып алып отыр. Мынау енді таза зарастризм. Адамдар өз тілегін тілеп осылай осы жерге байлап кетеді. Енді мына табиғат қараңыздар. Мына тауды қараңыздар. Маған бір ұнаған нәрсе жол. Қазақстаннан Астанаға шыққанымызға бір күн болды. 1,5 шақырым босады. Ау! Мына жердің арасының бәрі бүлдірген екен. Бүлдіргендігім дерген десең. Бәрі бүлдірген Қазақстанда да бар. Не интересно. Өкінішке орай жолда да осындай жол апаттары болды біздің саяхатымыз барысында. Сол Монғолияның бір такси аударылып, өкінішке орай 3 адам қаза болды. Сақта жаратқан, сақтай көр. Сонымен біз қазақтар тұратын Қосағаш ауылына келдік. 19 жыл бұрын келген мен. Ничего не изменилось. 자야간 쪽에는 이미 제거를 가져간 түсірме істері болды. Mino English. Сонымен Ресей мен Монғолия шекарасына келіп қалдық. Көтек мешіт бар ма не? Алтайстар негізі мұсылмандар емес. Иә. Міне Ташанта дейді. Осы мешітке біз садақа салдық па деп ойлайды. Шекара келді. Бісміллә деп Монғолия жеріне кірдік. Шешем мен кәлі сөйтіп жағады ғайсыд. Нағызан, келдік Монғолия. Бет шықшы көрсетейін. Кәне. Енді, бірінші рет сен Монғолияға келуің ғой енді. Монғолия деген жер. Қандай көңіл күйдесің? Алғашқы алған әсеріме бөліш, қалай екен? Жақсы? Жақсы ма? Тау-тас. Ана тасты, бір тасты лақтырып тұр. Тасталды ана жаққа лақтыр. Не бір тастал. Міне кішкентай тастал. Әне. Жоқ, одан үлкендеу насыйшы. Аяғың астына шықты. Сол тастал, әне бір тастал. Лақтыр. Давай. Ой, нәрсер. Монғолия шекарасына келдік. 2000 шақырым 4 шекарадан өтіп шаршап шалдық. Міне өлкеге қарай жол тарттық бұйыртса. Бұл Монғолия шекарасы. Киіз үйлер неше түрлі. Ал кеттік. Малдарды көрдім, малды көп болды. Қойлар ешкілер. Телевизионнан жаман болады. Әне, піші-піші деген. Уақыттан соң мені қозғалды, қайтып қозғалды. Var. Şiverimizde koya saldım. Üstüne bakayım. Niye? Kabak yetmiş üstü. Şişemiz tamam. Biz Astra'dan шығып,
4 шекара өтіп 2000 шақырым жүріп кішкене шаршап келдік. Бірақ бізді Өлгей қаласының әкімі Нұрболат мырза күтіп алды. Міне көріп отырғандарыңыздай жақсылап дастархан жайып өз жайлауында күтіп алды. Осымен біздің сапарымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Келесі бөлімдерде біз қызықты осы Моңғолия қазақтарының тойлары туралы, салт дәстүрі, тағы да басқа тыныс тіршілігі туралы қызықты видеолар жариялайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамызға жазылып пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Бізбен бірге болыңыздар.